бір армысыздар, құрметті әріптестер. Сіздермен Sergey Education маңдауқта сіздермен бірге нені жұмыс жасаудың жасанды интеллектілермен бірге жұмыс жасауды, жасанды интеллектілерді қалай қолдану керектігі жайында айтамыз. Қазіргі таңда мектеп бағасында жасанды интеллект қолдану аса маңызды болып тұрған тақырыптардың бірі, яғни сабақта міндетті түрде жасанды интеллект қолдану немесе сабақ барысындағы жасанды интеллекті арқылы өту деген сияқты осылардың бәрі қазіргі таңда өте маңызды процесс болып жатыр. Сондықтан қазіргі таңда сіздерге қалай жасанды интеллектті мен жұмыс жасау керек, тек бір ғана пән емес, барынша пәндерге ыңғайлы жасанды интеллектілерді сіздерге түсініп отыратын болады. Енді олай болатын болса, бүгінгі сіздерге ұсынып отырған жасанды интеллекті менде QS Wizard деп аталады, яғни бұл программа бірнеше тілде жұмыс жасай алады, бірнеше тілде жаңағы өзінің несін алып кете алады. Оларда ағылшынша версиясы бар, орысша версиясы бар, менде қазір орысша версиясында тұр. Енді бұған біз тіркелуіміз керекпіз. Жалпы тіркелу үшін мына бөлімге кіреміз, тіркелу бөліміне, сосын мынадағы электронды пошта, пароль жазасыздар, сосын жалғастыру батырмасын басасыздар, сосын мына жерге аты жөндеріңізді жазасыздар, мына жерге кім екеніңізді таңдайсыздар, мына жерге жаңағы нені өзіңіздің кез келген нені жаза берсеңіз болады, сосын тіркелу батырмасын басасыздар. Енді бұларда менде тіркелу деген жай шығып тұр. Демек мен онда сразу кіріп кетуім керек, бірден кіріп кете бере аламын. Электронды поштамды жаздым, паролімді жаздым, сосын кіру батырмасын басамыз. Қайда бұларда сіздерге қандай мүмкіндік береді? Бұл ара бойынша бұл негізі өзі жасанды интеллект болып саналады. Бұл жерде сіздерге документ, текст, тема, YouTube жаңағы ссылкалар арқылы, сосын аудио және видео арқылы сіздерге сұраққа жауап болады. Олай болатын болса, мен мысалға қандай не жасар едім? Қазір аудиоға документ жіберейге, мен аудиоға кіремін, менде мынандай өлеңді екен, соған нетем, талдатым аудионы, сосын жалғастыру батырмасын басамын. Сосын сіздерге мынандай, сіз қандай тапсырма жасауыңызға болады, мысалға карта жасауыңызға болады, ашық сұрақтар қоюларыңызға болады, сосын жаңағы әртүрлі несі қолдана бересіз. Сосын менде мына жерде қайсысы керек емес. Бұларда платный версиялар бар, бесплатный, тегін нелер бар, тегін нелер қолдана берсеңіздер жаңағы мүмкіндік береді. Енді мына жерге қандай не мақсатта керек, сіз соны жазуыңыз керек. Осындай мысалға немесе қазақ тілінде деген сияқты сіз не жазуыңыз керек. Кетуші жаңағы айтып өтпеген ертегіңіз деген несіне аудио несіне сұрақ жасалады. Яғни қандай сұрақ, қандай не мысалы қазақ әдебиеттерінде нелерде жасауға болады, мысалы аудио нұсқаларға қандай сұрақтар қолдануға, қандай нелер жасауға болады деген сияқты. Қазір мен кетіп жатыр, загрузка жүріп жатыр, жасап жатыр, яғни маған үш контент жасап жүріп жатыр. Жаңағы ашық сұрақтар, флеш хаттар, опрос несін жасап береді. Қазір маған бұл несін жасап беріп жатыр. Енді маған бұл көбінесе орыс тілді сыныптарға жақсы сияқты, меніңше қазақ тілді нелерге аса қиындық туындайды. Өйткені жасанды интеллект несінде қазақша не afzal. Енді жасаған дүниелеріміз бұл жасап болғанша айтатын дүнием мой курстың ішінде жасаған дүниелер ұсталады. Сосын мына арада общий доступный курс деген жерде басқа кісілердің жасаған жаңағы жұмыстарын сіздер өздеріңіздің сабақтарыңызға қолданып ала берулеріңізге болады. Енді бұл жұмыс жасағанша мен бір не тауып қояйын. Мысалға квадрат теңдеу математика болғанымен осындай не жасайын. Квадрат теңдеу сегізсін ұйытқы жасау үшін ішіне кіресіздер. If you're a student, here's how you can save some of your time. The easiest way to score top essay marks like this is to just ask Grammarly to find gaps in your essay. It basically suggests areas for further reading and helps make your arguments more well-rounded and critical. If citation Сәлем достар, бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз квадрат теңдеу және оның түбірлері. Алдымен квадрат теңдеуге анықтама берейік. Егер де берілген теңдеуіміз ax квадрат қосылған bx плюс тең 0 теңдеу түрінде берілген теңдеуді квадрат теңдеу деп атаймыз. Не себепті квадрат теңдеу деп ойласаңыздар, бұл жердегі айнымалы x қана, бірақ x-тің ең үлкен дәрежесі 2 болғандықтан бұл квадрат теңдеу деп аталады. Бұл жердегі a ол x квадрат функциясының x квадраттың коэффициенті, b ол екінші мүшесі x-тің коэффициенті, ал c болса бос мүше болып табылады. Енді осы квадрат теңдеудің теңдіктің сол жақ бөлігіндегі ax квадрат қосылған bx қосылған c өрнегі. Ол бізде квадрат үш мүше деп аталады. Яғни оның мүшесі бірінші ax квадрат, екінші мүшесі bx, ал үшінші мүшесі c болғандықтан ол квадрат үш мүше деп аталады. Осы квадрат теңдеуге мынандай мысалды қарастырып көрейік. 2x квадрат қосылған 3x алынған 14 тең осы 0. Берілген теңдеуіміз квадрат теңдеу. Бұл жердегі a-ның мәні 2-ге тең, ал x-тің коэффициенті b-ның мәні 3-ге тең, ал бос мүшесі c-ның мәні минус 14-ге тең. Енді осы квадрат теңдеудің мысалы x тең 2 болсын, x-тің орнына 2-ні қойғанда, осы екі теңдеудің мәнін 0-ге айналдыратын болса, онда екі саны берілген квадрат теңдеудің түбірі деп аталады. Орнына қойып тексерейік. 2-ні көбейтеміз, x-тің орнына 2-ні қоямыз және оны квадраттаймыз. Қосылған 3-ті көбейтеміз 2-ге, азайтамыз 14-ті. 2-нің квадраты 4, 2-ге көбейтсек 8, 8-ге қосамыз 3-ге 2 6, 8-ге 6 14, 14-тен 14 азайтсақ мәні 0-ге тең. Яғни берілген теңдеудің x тең 2 берілген квадрат теңдеудің түбірі деп аталады. Енді x тең 5 болсын. X-тің орнына 5-ті қойып есептейік. Яғни 2 көбейтілген 5-тің квадраты қосылған 3 көбейтілген 5 алынған 14. Мәні 0-ге тең бола ма? 5-тің квадраты 25, 25-ті 2-ге көбейтсек 50, 50-ге қосамыз 3 пен 5 санын көбейтілсін. 50-ге 3 пен 5 санын көбейтілсін қоссақ 15-ге тең, ал 50-ге 15 қоссақ 65, 65-тен 14 алсақ мәні 0-ге тең болмайды. Сондықтан x тең 5 берілген квадрат теңдеудің түбірі бола алмайды. Яғни бұл жерде x тең 2 түбірі болады. Ал x тең 5 түбірі болмайды. Яғни оны мына түрде белгілеп қояйын. Енді келесі осы квадрат теңдеудің ішінде берілген ax квадрат плюс bx плюс тең 0 теңдігі бұл квадрат теңдеудің жалпы түрдегі квадрат теңдеу болып табылады. Егер бұл жердегі a-ның мәні, яғни бірінші тұрған x квадраттың алдағы коэффициенті 1-ге тең болса, онда біз мынандай квадрат теңдеу аламыз. X квадрат қосылған bx қосылған q тең 0.
Бұл теңдеуді келтірілген квадрат теңдеу деп атайды. Келтірілген квадрат теңдеуге мысалға қарастыратын болсақ, x квадрат минус 5x плюс 6 тең 0. Бұл жерде келтірілген квадрат теңдеуде x квадраттың алдында коэффициенті 1-ге тең, ал p-ның мәні минус 5-ге тең, ал q-дің мәні 6-ға тең. Сондықтан бұл теңдеуді келтірілген квадрат теңдеу деп атайды. Енді біз толымсыз квадрат теңдеулерді қарастырайық. Толымсыз квадрат теңдеудің өзі 3 түрі бар. Бірінші жағдай. Толымсыз деген сөзіміз, яғни x пен s осы екі мәндердің b мен s-ның мәндерінің 0 болған кезде, бірінші кезек s бос мүшесі 0 болсын. Онда бізде толымсыз квадрат теңдеуіміз ax квадрат қосылған bx тең 0 болады. Ал бұндай теңдеуді шешетін болсақ, бұл жерде ax квадрат плюс bx, яғни екі мүшесі ғана бар, s бос мүшесі 0-ге тең. Сондықтан оны біз қалай шығарамыз? Екеуінде ортақ x-ті жақшан сыртына шығарамыз, сонда бізде қалады ax қосылған b тең 0. Яғни берілген квадрат толымсыз квадрат теңдеуден біз екі көбейткішті алдық. Әр көбейткішті жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сонда x тең 0 болады, ал ax қосылған b ол да тең болады 0-ге. Сонда берілген теңдеудің бірінші түбірі x тең 0 болса, екінші түбірі екінші теңдеуді табамыз. Сонда x тең 0 тең болады минус b бөлінген a. Сонда берілген квадрат теңдеудің екі түрі бар деген сөз. Енді бұл берілген квадрат теңдеудің бұның мәні 0-ге тең болсын. b тең 0 болса, онда ax квадрат қосылған bx 0-ге айналып кетеді, құрысып с тең 0. Ал бұл квадрат теңдеу шығаратын болсақ, ax квадрат тең болады минус ал x квадрат тең болады минус с бөлінген a. Енді бұл теңдеудің түбірі минус с бөлінген a, яғни теңдіктің оң жағындағы с мен a-ның мәніне байланысты. Егер минус с бөлінген a саны үлкен екені 0 болса, онда берілген теңдеудің екі түрі бар. Яғни ол болады x бірінші және екінші түбірі тең болады плюс минус квадрат турасында минус с бөлінген a. Ал егер минус с бөлінген a-ның өзі теріс сан болатын болса,